Сәлематсыздар ма? Мен бүгін сіздерге дұрыс тамақтануға арналған таңғы асқа жасайтын банан қосып жасалатын қимақты жасап көрсетемін. Оған бірінші жақсылап піскен 2 бананды аламыз да шанышқымен езгілейміз. Блендермен езгілеудің керегі жоқ. Арасында түйіршіктеніп ауызға келіп тұрғаны жақсы. Оның үстіне бір жұмыртқаны саламыз және де еземіз осылай жақсы етіп. Енді разрыхлитель саламыз. Сосын қаймағымызды қосамыз да жақсылап араластырамыз. Үсті арасында қатты ірілері болса езіп жіберулеріңізге болады. Одан кейін күріштің ұнын 2-ге 3-ке бөліп қосамыз. Мына күріштің ұны керек бұған. Мына біздің қамырымыз дайын. Отқа, сковородкаға жарты ас қасық зәйтүн майын құямыз да осылай ысытып аламыз. Ысытып алып, үстіне қасықпен кәдімгідей қимақ құйғандай құйып пісіреміз. Бір жақ бетін 3 минут 4 минуттай пісіреміз, ал келесі жағы тезірек піседі, 2 минуттай піседі. Өте дәмді және өте тез дайындалатын пайдалы ас. Жасаңыздар. Осындай мен дұрыс тамақтануға арналған рецепттермен бөлісіп отырамын. Жіберіп алмаңыздар. Сіздерге ол қызықты болса хабарландыру қойып қойыңыздар. Қоңырауды хабарлама келіп тұрады сіздерге. Егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар, лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ол сіздерге уақыт алмайды, ал менің каналымды өсуіне көмектеседі. Видеоны ақырына шейін қараңыздар. Жасап көріңіздер, өте дәмді. Бізде қалыптасқан, егер де дұрыс тамақтану дәмді емес, тәтті болмайды деп, ол дұрыс емес оған. Мен әлі де жақсы рецепттермен бөлісіп отырамын. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным өткен.